Астана қаласындамын. Мынау орталық қалалық саябақ. Мына жерде осындай үй салынды. Гравитация заңына қарсы, керісінше түбі аспанда, ал төбесі жерде. Сіз көріп отырғандай. Көріп тұрсыз, машина тұр. Орысша айтқандай вверх дном, әлде вверх ногами. Сондай стилінде жасалған. Ішінде де бәрі барлық нәрселер, оларды солай жасалған. Ол туристік жер. Қазір біз ішін көрсеттік. Біз енді қазір кіреміз бұған. Осындай кіретін жері. Көтерілеміз жаңағы үйге. Сәлематсыз ба? Мында диван, төбеде картиналар. Кітаптар. Библиотека. Вентилятор. Палас, тапочки. Төбеде. Бәрі төбеде. Гүл. Төбеде. Very good, Біз мұнда туристермен жүрміз. Телевизор. Мына жерде приставка. Палас. Да, машиналар. Стол, отыратын жер. Қуыршақтар. Төсек. Менде інім бар, Алишер деген. Ода сондай төсек болған бұрында. Машина. Төсек машина. Картиналар. Міне осындай көрініс терезеден. Машина көрінеді. Өте қызық библиотека. Осындай. Қуыршақтар, гүлдер, бәрі. Стол, стулья. Тамақ ішеміз ба? Міне. Стол, стулья, кеселер. Бәрі. Холодильник, тоңазытқыш. Қызық. Плита, кухня. Кухонный гарнитур. Міне бәрі осындай. Чайник. Да. Софа. Мынау келесі бөлме. Жатын бөлмесі. Төсек, тумбочкалар, картиналар. Астананың бейнесі. Осындай жер. Екінші тумбочка. Палас. Унитаз. Мына жерде туалет, ванна. Унитаз, ванна тұр. Раковина. Қол жуатын жер. Кір жуу машинасы. Бәрі осындай. Урна. Осындай қызық көрініс, достар. Келіңіздер Астанаға. Күшті, әдемі, көрікті жерлерді көріңіздер. Менің арнама тіркеліңіздер. Лайк басыңыздар. Достарыңызға репост жасаңыздар. Осындай көрініс терезеден. Орталық саябақ өте әдемі, жап-жасыл. Күшті бәрі. Гүлдер жан-жақта. Келесі кездескенше сау саламаттай болыңыздар.